Давай чай қойшы, чайшик. Жоқ, енді бүгінгі торт ренжімеңдер сендерге емес, сендерге басқа күн дайындап бере қояйын. Жоқ, бірінші сен бізге дайындап, сосын барып басқаларына дайындайсың. Сен бірінші біздің көңілімізге шықпайсың ба? Ерімханның көңіліне шығудан. Тұратын бізге Ерімханға дайындап кеп. Кімге? Ерімханға. Ал Гүлбаршын, қалай болды бұл? Неге бізге емес? Жоқ, тұра тұршы. Сен тұрасың бізбен. Сен Ерімханмен тұрмайсың. Болашақта Ерімханмен тұратын шығар. Жетеміз біз. Болашаққа дейін әлі алыс. Ерімханды жайдан жай саған шықып бере салайын деп Жаулай алам деп ойлайсың ба осы тортпен? Жоқ, енді өзімнің көңілімді білдіріп алып келгенім ғой. Жаулай алам, алмаймын. Просто қараңдаршы, үндемейін. Үндемегеннен идей бәле шығады деген. Түскет ма? Жоқ, түскен жоқ. Қалай саған соперница? Гүлбаршын. Мен де Жоқ, мен ойлаймын Гүлбаршынға тең емес. Тең емес. Мен оны егер де ол Айсәулені таңдап отырса, маған ондай адам керек емес. Бірінші күннен ол айтты, сен маған ұнайсың, мен я все буду делать, чтобы тебе понравится деп айтты. Енді көреміз. жоқ, енді ойлаймын енді. Сен өзің Ермұхан сені қабылдайды деп ойлайсың ба? Тортынды қабылдайды деп ойлайсың ба сен? Қабылдайды деген үміттемін. Сол үшін апарып көрейін енді. Жоқ, сыпайылықтан ғана тортынды алып жеу мүмкін. Өйткені ол өте сыпайы. Кеттің ба не сен? Уже? Иә, апарып келейін. Енді ұрысқым келіп тұрған жоқ, шынымды айтайын. Не ғой? Кім? Айсәуле? 3-4 клубника тастап кетші. Бір гусогын болса да бізге. Енді Ерімхан рұқсат етсе мүмкін алып келеді. Отравить етіп қалмасын. Жоқ, сендерге де сол түсіп беруге дайын. Басқа күн түсіп береміз. Жасамай қойшы. Все, күтеміз. Ішіне оғыз беріп жүресіз. Жоқ, шын ғой қыздар, не болса да Шын айтсам, кішкене қыздардың арасында барғанын өгініп қалдым өзім. Бүгін қалдым. Осыған кеше айттым ғой, бәрін айтып бердім саған. Біз сені осы күнге дайындадық қой, қыздардың арасына кіресің, сөйлесесің, осындай бір давка болады деп. Кәдімгі жұғап отыр ғой, брат. Жұбатып қойса кішкене. Жоқ, жалма. Болады онда Айсәуле. Айсәуле. Күн ішлемей, бәрі жақсы болады. Жүр барып анда отырайық. Отырсай бар. Жүр. Бер қолын. Ар жаққа отырайық та екеуміз. Осында. Біздің қыздарына. Шаруа былай. Сендерге жаңа қыз Зарина келіп жатыр. Жаңадан Айсәуле келіп жатыр. Бірақ өйстіп қыздарға бірден басқандарын ол дұрыс емес. Иә, білем, мінезін тексерейін деп жатсыңдар, бірақ кішкене андай сендерге қонақ болып келіп отыр, иә? Тек сендерге келіп жатқан жоқ, ол маған келіп отыр. Жалғыз етіп жатқан жоқ ешкім. Айғалып жатқанға кешіріңдер, бірақ соның өзінде кішкене андай этика жағынан өздерін ұсталыңдаршы. Ол дұрыс емес. Зарина, саған да бірінші күннен басында дұрыс па? Бірақ сен өз мінезің қатты болғаннан кейін сен ондайды шыдай аласың. Иә? Бұл қызда ондай сенікінде мінез жоқ. Барып жалып жасадың ба не? Жалып ешкім жасаған жоқ. сен қайда білесің оның мінезі бар ма жоқ? Мен адамның түріне қарап, Гүлбаршынмен кетем, ол сөз үстіп қалады. Гүлбаршын кетсе, біз екеуміз бірге кетеміз. Ол сөз бұл кезде не обсуждается. Мен айттым бірінші күннен бастап, 8 қыздың арасында мен Гүлбаршынды таңдап отырмын. Гүлбаршынды таңдап отырмын. Қазір мен айттым, қыздар басқа қыз келсе, маған келетін болса, мен көңілін қалдырмаймын. Көңілін қалдырдым ба? Қалдырған жоқпын, келіп тұр. Мен айттым, көңілім қазір, мен қалай бірден Гүлбаршынға айтқан жоқпын ғой, үйленемін. Мен айттым, сен шықсаң Гүлбаршын, дұрыс па? Біз бірге шығамыз. Өйткені саған көңілім бар, дұрыс па? Маған келіп тұрған қызға мен айттым бірден, мен оған жоқ деп айтпаймын. Келді ма маған, мен оны құрметтеймін. Өйткені адам маған келіп тұр, біреуге емес. Мен өз сөзіме жауап беремін. Мен оған айттым, мен саған жоқ десем қалай қарайсың? Жоқ, мен өзімді бір жағынан көрсетемін. Иә? Бұл жағынан өзіңді көрсетуге де келдің ғой. Сана сен секілді. Дұрыс па? Бірақ көңілі маған бар. 4 ұлдың арасында. Болды, мен сөзіме жауап бердім ба? Жауап бердім. Гүлбаршын шыға ма? Мен де шығамын. Мен сұрай салайыншы бірінші. Сонда сен көңілін қалдырмаймын деп айтып отырсыздар. Менде бір ғана сұрағым бар. Қашан кездесеміз енді? Бізде енді
осы жақын арада қашан бүгін ертең деп қой. Көпеде оқып дайындалып алу керек ол. Енді оны біз нетпейміз ғой. Оны бізге беріп тұр, бізге өздері айтады. Осындай күні барасың. Гүлбаршынның түрінен көріп тұрған жоқсың ба? Тезірек, жоқ қыздар, болады. не емес. Тезірек кездесейікші онда. Иә. Мен ол туралы бүгін сұраймын. Ерімхан, бір нәрсе ғана айта салайын. Мен сенің келген мақсатыңды түсінген жоқпын. Сен күнді Айсәулені жақтап отырдың да, мен саған ойынды ғана айтып кетейінші. Сен Айсәулені жақтап отырдың да, сендердің ойларың маған ештеңе емес, мен Гүлбаршын ғана айтсам тыңдайды. Біз саған ақыл айтып жатқан жоқпыз. Сен не Айсәулені, не Гүлбаршынды таңда деп жатқан жоқпыз. Олардың үшеулерінің араларындағы нәрсе. Сен келіп бізге тиісіп жатқанды, сендер баспаңдар, итпеңдер сен деп бізге ақыл үйретіп жатсың. Бірақ сен конфликті не үшін болғанын түсінген жоқсың. Және де сендердің ойларға түсінген бар деп. Қандай Ермұханнан басқа жігітті көріп тұрсың? Мен айттым, Тимур салмақты жігіт сияқты. Мен айтқан жоқпын. Тимур да маған ұнайды. Ермұхан қатты жақтасты Айсәулеге. Негізі бәрі аналар да бәрі де жақтасып жатыр. Дәл өйтіп олар жақтасатындай оған шаш істеген жоқпыз. Ол өзі өтірік істейтін сияқты, анаға барып жауап жасап, бізге енді именно Фариза ханым бар кезде ол сөйлеп қалады, балалар бар кезде сөйлейді, аналар бар кезде сөйлейді. А олар жоқ кезде мүлімсіреп отырады. Сондықтан ешнәрсе жақсы нәрсе айта алмаймын Айсәуле туралы. Просто не болды? Жоқ, не істесе оған жалғыз басқа қандай сен Ермұхан сен қорғап қалады деп ойладың ба? Или сен әдейі соған барып жалғыз сендер неге Ермұхан сен кіріп келу үшін ба? Минус көрсең не ойлайсың? Сен кіріп келгенмен сен ол бәрібір Гүлбаршын деп айтып тұр, сен бетіңе айтып тұр. Мен Гүлбаршынмен келдім, Гүлбаршынмен кетем, Гүлбаршын таңдаймын, Гүлбаршынға көңілім бар деп. Сен жай ғана ол жерде өз-өзіңді көрсетіп оңай болды деп айта алмаймын, бірақ қыздардың барлығы маған екі жүздісің, екі сөйлейсің деп айтып жатыр. Ол жағын енді өзім түсінбей жатырмын, шынымды айтсам, қай жерінде екі сөйлегенді. Менің ойымша қыздар менің айтқан сөздерімді дұрыс қабылдамай жатқан сияқты. Мүмкін мен өз ойымды дұрыс жеткізе алмай жатқан сияқтымын. Бірақ мен айтпаған сөздерді маған айттың деп айтқандары. Короче, сөздің қысқасы былай. Сен таңдап отқан қыздарын, болашақ келіндерін мүлдем білмеймін жігіттер, не істейсіңдер өздерің біліңдер, бірақ сананың шапылдап ұрысқаны, Әселдің, сенің келген Заринан кеше ғана келіп жатыр ғой, мен жоқ, мен тыныш қалай келдім, сондай болам, мен андай сыпайымын, мен ешкіммен ұрыспаймын. Сенің санаң қашан болды аузын жапқан? Зарина ғана кезде сыйлық істегенде ғана ма? Аналарың не то, что күйеуіңді анау жай еркектің өзін сыйлау білмейтін қыздар ғой. Зарина сондай ма? Айтып болмайды кеше. Мен сендерге айтып отырмын ғой, бәрі сондай. Жоқ, тұра тұр, не болды? Түсіндіріп айтшы, Данияр. Ермұхан. Айтса, кәдімгі жынданып келді ғой что-то. Не болды? Өз өмірлерінің өзіне жігіттер. Мен қалай айттым, біреудің өміріне кіріспеймін. Бірақ бастарың аулақ болсын. Қойдың, мен сендер үшін шешпеймін, бірақ Әселмен адам болмайсың сен, брат. Мен саған қойыңдар сен. Маған бәрібір не болса да болсын. Ит апарасың ба, сиыр апарасың ба, піл апарасың ба өзің білесің ғой. Жүр. Кеттік. Ұйықтап қалды. На. Барғысы да келмейді, көрдің бе? Біздің үйіне ұнап қалған сияқты. Ренжіп қалды, көрдің бе? Ермұхан сөздері естіп қойды ол. Апарам мен бәрібір, Данияр, қанша сөз Мен айтып тұрған жоқым саған, Ермұхан да айтып тұрған, Дима. Өзі шешеді, өзі шешеді. Үйленемін, құрамын. Өзі шешеді, өзі жігіт қой, енді өзі шешеді. Тұрғысы ағам. Мынаны қайсы лақтырдыңдар жыны? Әке, бірші. Неге көтеріп жүрмейсің артынан? Бересің шын? Мысалы, мен есім аттанған кезде бәрін қарсы шықтыңдар, бірақ сонда да қолдарында бардым. Точнее, мен барған жоқпын. Біздің бөлмеге Айсәуле кірді. Сіздер таңдаған қыз. Енді басқа қыздарға қарағанда Гүлбаршын екеуі ұқсайды, мінездеріне өздеріңіз көрген шығарсыздар. Ерекше қыздар. Енді Сана, Зарина, Әсел мүлдем, енді ол мен сіздерге жай айтып жатқаным ғой, не өзім. Зарина дейсің ба? Зарина, Әсел, Сана. Ол осы бағдарламада қалуына мен білмеймін. Бір нәрсе істейсіздер ма, істемейсіздер ма, бірақ қалмауын тілеймін. Басқа шығып сіздерге. Зарина дейсің, мен түсінбедім. Зарина, Әсел, Сана үшеуі беттен алып төстен салды. Әйел болуға лайықты қыздар емес. Неге? Еркек адам сөйлеген кезде әйел адам тыңдау керек, дұрыс па? Еркек адам әйел адамнан бір саты жоғары тұру керек, дұрыс па? Дұрыс. Алар не то, что еркек, мен жай, мен
өзім жай құрметтеп барып бүкілмен сыпайы сөйлесіп, иә, соның өзінде қатты айғайлаған жоқпын, басқан жоқпын. Келіннің үйінде тартыстар қыза түсуде. Ермұханның Айсәулені жақтап қыздарға қарсы шығуына не себеп болды? Жігіттер қай қызды бағдарламада лайықты емес деп есептейді? Арулар қайтадан анылардың көңілін қалдырды ма? Бүгін КТК арнасынан келіннің бағдарламасын жіберіп алмаңыз.